Ассалаумағалейкум. Қайырлы түс көпшілік. Қазақ халқының ашу ызасына тиген сұмдық фильм туралы кеше түнде сөйлегенбіз. Бүгін соның жалғасын сөйлемекшіміз. Қытай мен қазақ бірлесіп кино түсіріп, оны қазақтың ұлттық арнасынан беріпті. Бұл қандай сойқан фильм дейсіз ғой? Қытайға танымал Шэн Шинхай деген Қытай композиторы қазақ даласына келеді. 41-45-тің арасында Алматыда, Қостанайда болады. Бірақ ең сұмдығы, осы екі композитордың елден ерек таңғажайып тырнақша ішіндегі достығын дәріптейтін бұл аталмыш фильм не үшін осы кеше бүгін қазақтың ұлттық арнасынан көрсетіледі? Жер бетінде қазаққа ең жәбірі көп, ең зәбірі көп, қазақты ең көп қорлаған, қазақ халқының намысына тиген, қазақтарды 100 мыңдап қырған бір қауым бар делсе, ол осы Қытай қауымы емес пе еді. Әсіресе Қытай компартиясы билікке келе салып, қазақтың Оспан батырын өлімге үкім етіп, ресми соттың үкімімен атқаннан бастап есептей берейік. Ал сол Оспан батырдың артынан ерген қосым менен соғысқан Қытай компартиясының бұл қанды тарихын қазақ халқы ұмытып қалған жоқ. Себебі алдыңғы буын ағаларымыз Жақсылық Сәмитұлы бастаған қазақтың ірі зиялылары Оспан батырдың кім екендігін қазақ қауымдастығына әлде қашан жеткізген. Ол туралы кітаптар, ғылыми зерттеулер жазылды. Бұл күнде қазақтың барлығы Оспан батырды біледі. Ал сол Оспан батырдың қаны кімнің мойнында? Ол осы Қытай компартиясының мойнында. Сол Қытай компартиясы бүгін енді қазақпен дос болып, сол қазақпен достығын қазақтың ұлттық арнасында қазақтың намысын қорлайтын киносыменен дәріптеп жатыр екен. Ол не сойқан сұмдық? Шэн Шинхай кім? Оған Алматыдан көшенің берілуі қашан? Аталмыш осы тырнақша ішіндегі достықты дәріптеп жатқан біздің зиялы қауымның немесе қолында құдіреті бар, қазанның немесе майлы жіліктің қазанның қасында отырып майлы жіліктің басын мүжіп отырған осы аталмыш зиялы қауым өкілдері ұлттық арнаның айналасында жүрген азаматтардың көздегені не? Әлде 2016 жылдан басталған Қытай компартиясының онда жасап жатқан 3 миллион қазақты қорлап, 100 мыңдап түрмеге тоғытып жатқанын жуып шаймақшы ма? 41-45 жылдың арасында қаңғып отырып, шарасыздан қазақ даласында келіп, қазақтың Алматысында жанын сақтап қалған Шэн Шинхай менен сол замандағы бізге онша танымал болмаған Байқадамовтың достығы арқылы фильм түсіріп, қазақ халқын осы Қытайға деген өшпенділігі мен кегін ұмыттырғысы келе ме? Біз әрине кекпен өмір сүруді құптамаймыз. Бірақ Қытайда әлі де біздің 100 мыңдаған қандасымыз түрмеде отырғанда, біз осы Қытаймен достықты дәріптеушілерге ешқандай келсе алмаймыз. Егер Қытай қазақпен дос боламын десе, алдымен Қытайда өмір сүріп жатқан 3 миллион қазақтың құқын таптауын доғарсын. Жазықсыз концлагерлерге қамауын доғарсын. Мәжбүрлі түрде өзінің туған жерінен айырып ішкі Қытайға мәжбүрлі еңбекке, ақысыз, айлықсыз еңбекке оларды мыңдап, жүздеп жөткегенін доғарсын. Бұл да халықаралық адам құқы заңдарына қайшы. Себебі халықаралық адам құқы заңында бір өңірдің халқын екінші бір өңірге мәжбүрлі түрде жөткеу, ауыстыру, бұның барлығы заңға қайшы. Оның қатарында Қытайларды қазақтардың ежелгі қонысы Шығыс Түркістанға миллиондап әкеп қоныстандыру, оларға су тегін үй беру, бүкіл әбзел тіпті тек қана киімін әкеліп қана кірппен есік ашып кіретіндей бүкіл шарт жағдайды жасап, Шығыс Түркістанды қытайландыру менен, ал сол жерде ежелдің ежелінен жасап келе жатқан арғысы ғұн дәуірі, түрік дәуірі, бергісі Шығыс түрік, батыс түрік дәуірі, одан бергі Үйсін патшалығы дәуірінде өзінің ежелгі ата-бабасының қонысында жасап отырған сол жердегі жергілікті қазақтарды 100 мыңдап ішкі Қытайға қоныс аудару, және оның өзінде де мәжбүрлі түрде қоныс аудару процесі жүріп жатқанын біз білмейміз емес, білеміз. Және оның дәлелін бүкіл әлемдік ақпаратта жариялап отырмыз. Ал қазір Қазақстанның тәуелсіздігінен кейін көшіп келген 2,5 миллионға жуық қазақтың соның бүкіл туыс туғандары, арысын айтсақ 59 жылы, 62 жылы Совет кезінде көшіп келген қазақтың бүкіл туыс туғаны сонда Қытайда. Яғни осы есептегенде кем дегенде Қазақстандағы не бар 12-13 миллион қазақтың кем дегенде 5 миллионның туысқаны Қытайда бар. Бұл деген сөз 50% қазақтың бір бауыры бір бүйрегі Қытайда жатыр деген сөз. Ендеше осындай жағдайда сол қазақтармен ең қарапайым мынау интернет дамыған, телефонның барлық адамда бар заманда қоңырау шалып, өлі тірісін біле алмайды, өлісінің барып жаназасына қатысып бір уыс топырақ сала алмай, тірісінің тойына қатыса алмай, бірін-бірі ешқашан тікелей телефонда да интернетте де сөйлесе алмай, зар болып, қор болып отырған екі жақтағы қазақтың осы мәселесін жасырып жауып, білдей бір ұлттық арнамыздан қазақ пен Қытайды дос қылып көрсетпекші болған осы аталмыш композитор фильмінің мақсаты не?
осында эфирге жіберіп отырған біздің аталмыш зиялыларымыздың тырнақша ішінде әрі зиялы әрі құқық құзыреті бар қазанның басында отырған майлы жіліктің майлы жерін мүжіп отырған зиялыларымыздың ойлап отырған не? Сол ұлттық арнадан Қытайда қорлық көріп жатқан қазақтардың мәселесі ешқашанда көтерілген емес. Небәрі 2018 жылдың көктемінде бір рет бізден интервью алғаны болмаса, ол арада қамалып қор болып отырған қазақтар туралы біз қанша конференциямызға шақырдық, сол ұлттық арнаңыздан бір журналист келіп қарасын көрсеткен емес. Біз кем дегенде 100-деген конференция өткіздік. Бір аптаның 7 күннің 5 күнінде, тіпті кейде 6 күнде конференция өткіздік. Қытайда күйеулері қамалып, нақақ сотталып отырған, осы Қазақстанда тірі жесір болып аңырап отырған әйелдер, Қытайда ата-анасының екеуі немесе біреуі қамалып, нақақ сотталып кеткен тірі жетім балалар туралы қаншама осы ақпараттарды әлем ақпаратында жарияладық. 2018 жылдың майының 31 күні Қазақстан қонақ үйінде біз 60 тірі жетім баланы жинап алып, оларға қайырымдылық іс-шара өткіздік. Және олардың ата-аналарының екеуіне біреу Қытайда қамалып отырғанына байланысты Алматыдағы Қытай консулдығына арнайы наразылық хат тапсырдық. Сол кезде ұлттық арна Қазақстан қонақ үйінде бізден бір рет интервью алды, содан ары қарай жоқ болды. Одан кейін ұлттық арнаның тілшісін көрсек көзіміз шықсын. Бар болғаны 2019 жылдың наурыздың 11 күні мені Алматыдағы қонақ үйден тұтқындап барымталап Астанаға алып кеткен күні бұрын алдын ала дайындаған, монтаждалған менің сөзімді жариялап, және мені джихадист деп дүниеге қаралап көрсеткен ұлттық арна екендігін білеміз. Яғни бұл ұлттық арна қазақтың мүддесіне қарсы жұмыс істейтін арна болып тұрғаны екі бастан анық болып тұр. Енді келіп сол қазақты қамаған, соттаған, қорлап жатырған Қытай компартиясы менен Қазақстанды аяқ астынан дос қылып көрсетпекке ұрынып отыр. Менің Алматыдағы мәлім бір ресторанда сөйлеген, Қытайда қорлық көріп жатқан қазақтардың мәселесін көтеріп отырып, ендеше бүкіл қазақ арызданайық, онда қамалып отырған туыстарың туралы ақпаратты бер, ақ қағазға қара сиямен жаз, Қазақстанның құзырлы мекемелеріне, әлемдік қауымдастыққа, Біріккен ұлттар ұйымына арызыңды бер. Бұл деген жихад, бұл ақпараттық жихад. Жихад дегеніміз қолына қару алып соғысу емес, жихад дегеніміз ақпараттық идеологиялық жихад деп айтқан сөзімдегі ақпараттық идеологиялық жихад деген сөзімді қиып алып, мені жихадқа шақырушы деп идеологиялық ақпаратты қаралау, жалалау жүргізген ұлттық арна осы уақытқа дейін менен ресми түрде ешқашан кешірім сұраған жоқ. Қазақстан Республикасының соты бойынша маған артылған жихадист деген, яғни халықты жихадқа шақырды деген сол қылмыс орнатылған жоқ. Менің үстіме ол қылмыс болып жазылған жоқ. Енді соның өзін біле отыра Қазақстан ұлттық арнасы 2019 жылдың наурыздың 11-інде менің сол айтқан сөзімнің бұл ақпараттық идеологиялық жихад деген сөзімді қиып алып тастап, сол ұлттық арнада арнайы түрде бағдарламаны күні бұрын жасап, дайындап, бүкіл енді анау жоғары төмені бәрі бірлесіп, мені жихадист қылып қаралап, жалалап, тұтас қазақ халқына қорқынышты үрейлі көрсеткен сол ұлттық арна енді аяқ астынан қазақтарды қамап, соттап, тіпті Қазақстан мен Қытайдың арасында екі жаққа бөлініп қалған отбасылар бірінің бірі өлі не тірі екендігін білмей отырғандығын көрмегенсіп, білмегенсіп, енді Қазақ пен Қытайды дос қылып көрсетпекші болыпты. Жарайды, Қытаймен жау болайық деген ешкім жоқ. Айдың күннің аманда алыстан жау іздемейміз. Біз сол Қытаймен жау болайық деп ойлаған жоқпыз. Оған шамамызда күшіміз де жетпейді. Сол Қытаймен жауласуға шамамыздың жетпейтіндігін білгендіктен біз оған құл болайық деп ойламаймыз. Халықаралық қауымдастыққа Қытайда қорлық көріп жатқан қазақтардың мәселесін шырылдап жеткізгеніміз бар. Ол туралы күрес жасап, оның арты 5 ай 5 күн заңсыз үйқамақта отырумен аяқталғанын, бүкіл әлемнің Қытайда не сұмдық болып жатқандығын білгендігін, естігендігін тұтас қазақ халқы біледі. Ендеше бұл аталмыш Сян Синхай менен қазақтың Байқадамов деген бізге тым танымал емес композиторның аталмыш достығын көрсеткен бұл фильм қандай мақсатпен түсірілді? Егер біздің осы Қытаймен достығымыз шын болатын болса, неге Қазақстанға көшіп келген қазақтар Қытайдағы туыстарының өлі тірісін біле алмай отыр? Неге Қытайда туыс туғаны қалған қазақтардың визасы ашылмай, Қазақстанның Алматы қаласы және Астана қаласында Қытай елшіліктері Қытайда туысы бар қазақтарға виза ашпай отыр? Неге мыңдаған Қытайдың жұмысшылары күні дерлік Алматы мен Астанадағы әуежайларға қонып, Ақтау, Ақтөбе, Атырау, Қызылорда, Оралдағы Қытайдың мұнай компанияларына емін-еркін жұмысқа тұра алады? Неге Қытайдың мыңдаған жұмысшылары қазақтың мыс және басқа да жер байлықтарын ашатын кендерде жұмыс істей алады? Неге қазақтың жолын Қытайдың жұмысшысы келіп істейді және оларға виза емін-еркін ашылады? Ал Қытайда өлген ағасына, өлген бір туған, бір қарыннан шыққан, бір емчегемден туыс туғандарының өлі тірісі біле алмай қазақтар қор болып зарлап отырады. Бұл ма біздің достығымыз? Егер Қазақ пен Қытайдың дос екені шын болатын болса, күні кеше Соху сайтында неге қазақтың егемендігін, тәуелсіздігін мойындамайтын Қазақстанның мемлекеттілігіне үлкен қорлық сипаттағы мақала жариялайды? Неге Қытайдың мемлекеттік сайты әлем бойынша көрілімі 7-ші үлкен орында, Нью-Йорктың Настак қор биржасында Настак құны 1 миллиард 900 миллион доллар болатын осындай атышулы сайт Қазақстанды Қытайға қашан қосып аламыз деген мақаланы жариялайды? Неге Қытайдың нөмірі 1 әлеуметтік желісі болатын WeChat'тың 100-деген сайттары, WeChat сайттары не үшін Қазақстан Қытайға қосылуды зарға, шөліркей аңсайды деген мақаласын жариялайды? Және оны біреу өшірсе, екіншісі көшіріп басып отыр. Неге Сина және Соху сайттары бүкіл адамзатқа апат болған коронавирус Қазақстандағы Алматыдағы лабораторияда жасалды деп жала жабады?
осының барлығын көріп отырып қазақ пен қытайдың дос екендігіне кімді сендірмекші болып отыр? Біздің ұлттық арнамыз. Ал бұл киноның сұмдығын тағы екіншісі сойқан қырын сіздерге тағы да әшкерелей түсейік. Бұл кинодағы аталмыш Шяншинхай ол Қытай тілін білетін қазақтар үшін ешқандай құпия емес. Ол Монғолияда да өмір сүрді, ол Москвада да өмір сүрді, ол Францияда да оқыды, ол Шанхайда білім алды, ол коммунистердің ордасы болған сол кезде Қытайлар буржуаз Қытайлар менен Москва қолдап отырған коммунист Қытайлар екіге бөлінгенде сол Янанда арнайы сол музыкалық тәрбиеден өтті. Ол өзі Макаудың Қытайы. Ары қарай Сингапурда бала күнде білім алды. Баспаған жері, шықпаған төбесі қалмаған Қытай. Сол заманда яғни 1905 жылы туып 45 жылы өлген, небәрі 40 жас жасаған бұл адамның басқан жерін бұл күндегі осы қатынас құралдары дамыған осы заманның өзінде біреулердің басып шығуы мүмкін емес. Бұл адамның тарихы өте күмәнді тұстарға толы, және ол Қытай компартиясының сенімді мүшесі. Тіпті оны Қытайдың музыканты дегеннен гөрі сол заманда бүкіл әлемге әйгілі өнер адамдары, жазушылар, музыканттар, әншілерді шпиондыққа пайдаланатын сол заманның үрдісі бойынша ойлауға шарасызсың. Ойламасқа шарасызсың. Яғни Шяншинхай бір ауыз орыс тілін білмей Москваға білім алуға жібереді. Ол кезде Москва Қытай компартиясын қолдап тұрған кез. Бірақ Шяншинхай Монғолияда да бір мезет өмір сүреді. Барар жер басар тауы қалмай қаңғылештеп отырып Қазақстанға қайтып келеді. Қазақстанға келгенде оны қазақтар жылы мейірмен күтіп алыпты. Ең сұмдығы, ең сұрқиясы Байқадамов оны өзінің жесір отырған қарындасының үйіне қонғызыпты. Қазақта о заманда бұл заман жесір әйелдің үйіне немесе еркегі жоқ қазақтың үйіне сырттан келген қонақта қонбайды, есігінде қақпайды, үйіне де кірмейді. Қазақ бұны ежелден қатты тыйым салған. Үйде еркек жоқ десе, алыстан ат артып келген адамның өзі мен құдай қонақпын деп сырттан айғайлайды. Үйде еркек жоқ десе кетуге мәжбүр болады. Міне осы қазақтың дәстүрін 1941 жылы әлі қазақылығынан арылмаған, орыстанбаған сол Байқадамовтар ұмыта қалды дейсің ба? Және ол фильмдегі қазақтың қызының сол Қытаймен бір шаңырақтың астында жасауы біздің ұлттық намысымызға тағы да қорлық емес пе? Себебі күні кеше Қуқыңбау деген Қытай жазушылар одағының мүшесі, Қытай социализм институтының проректоры, орынбасар бастығы, Қытайдың лауазымды қызметтерінде болған, Шыңжаңда үлкен қызметтерде ондаған жылдар бойы жұмыс атқарған сол атышулы жазушы және мансапты жазушы қазақтар Қытайдың еркектерін жақсы көреді. Қытайды үйіне қондырғанды ұнатады. Үйіне қонған Қытайдың еркегіне кәмелетке жетіп бой жетіп отырған қызын құшағына салып береді. Ер жетіп отырған қызы болмаса қатынын Қытайдың құшағына салып береді деген атышулы жазбасы 2010 жылы 11 жылдары тұтас Қазақстанды шулатқанын білесіз. Соны көтерген жігіт міне алдарыңызда отыр. Ал соның өзінде сол аталмыш жазушының өтірік бір ауыз кешірім сұрауменен бүкіл Сина, Соқу және Уаңи сайттарындағы блогтарының блокталуымен ғана тоқтаған еді. Ал ары қарай қазақ мемлекет оларға наразылық танытқан жоқ. Бұдан бұрын алыстағы Ағотау деп тура осындай жазбаны кітапқа басып шығып қазақтың ұлттық намысын қорлағанын тағы бір ескерте кетейік. Ендеше күні кеше Американың мемлекеттік сыртқы бас хатшысы Майк Помпео Астанаға келіп, Қытайда әкесі, Қытайда қайнатасы, күйеуі, екі қайнысы сотталған Қарақат Әбдешпенен неге жүздесті? Қытайда әйелі қамалып отырған Жеңіс Сарқанменен неге жүздесті? Қытайда анасы қамалып отырған Жеңіс Сарқанның ұлымен неге жүздесті? Қытайда күйеуі қамалып отырған екі қызының әкесі Қазақстанға 3 жыл бойы орала алмай отырған Бикамал Кәкенмен неге жүздесті? Осының бәрі бүкіл әлем мойындайтын ақпарат. Сол Майк Помпеоның өзі Қазақстанға келгенде Қазақстанның лауазымды тұлғаларымен жүздеспей отырып, алдымен Қытайда қорлық көрген отбасы екіге айырылып, бірінің өліне тірісін біле алмай отырған сол қазақтармен неге жүздесіп отыр? Ендеше бүкіл әлемге әйгілі нағыз атажұрт еріктілер, тіркелмеген, тіркелінбейтін, қудалауға ұшырай беретін нағыз атажұрт еріктілері әлемге жариялаған 3000-нан 5000-ға дейінгі видео ақпараттар, Қытайдың концлагер түрмелерінен шыққан жүздеген қазақтардың видео ақпараттары ағылшын, француз, неміс, жапон, испан, португал тілдерінде жарияланған бүкіл әлемнің ең ірі медиаларының бірі қалмай жариялап отырған Қытайда қорлық көріп отырған қазақтардың ақпараты біздің ұлттық арнаның құлағына жетпеді ме? Әлде ұлттық арнаның көзі соқыр ма, құлағы керең бе? Олар осының бәрін көрмей білмей отыр ма? Ендеше бізді Қытаймен дос екендігіне сендірмек болып, кімді алдалмақшы? Ашық күнде тұтас қазақ халқының намысын қорлайтын осындай сойқан фильмді түсіріп отырған ұлттық арна ендеше шынайы қазақ пен Қытайды дос қылып дәріптемекші болса, сол Қытайда туыс туғандар қамалып, нақақ сотталып, қазір тіпті фашистік концлагерлерге жіберіліп, ішкі Қытайға қоныс аударылып, өздерінің 77 ата-бабасының қонысынан мәжбүрлі түрде өзінің жасаған жерінен 5000-4000 километр алыстағы ішкі Қытайға қоныс аударылып жатқан сол қазақтар туралы неге айтпайды, неге жазбайды? Біз Қытаймен жау болайық деген жоқпыз. Қытаймен дос болып, бейбіт қарым-қатынаста тепе-тең өмір сүргіміз келеді. Бірақ Қытайлар біздің ұлттық намысымызды қорламасын. Қытай біздің қазағымызды зарлатпасын, жылатпасын. Егер Қытайдағы сол 3 миллион қазағымызды қорламаса, адамдық құқын таптамаса, олардың адам құсап өмір сүруіне рұқсат берсе, сол жерде 99% қазақтың молдасы сотталып кетті.
Біз онда осы Қытайдың осы мәселесін көтерер ме едік? Біз тума саясаткер емеспіз, саясатымызда қақымыз да жоқ. Бірақ өздері оқытып, өздері ислам институтын анау 80-ші жылдарда ашып, сол ислам институтында өздері грант беріп оқытып, өздері үкіметтік қызметкер деп қолына куәлік беріп, қызметке қойған сол молдалардың 99%-ын соттап жіберді. Қаншама молда өлді. Мысалы Акимат Жанағұлы сияқты қаншама молдаларымыз сол Қытайдың түрмесінде өлді. Нұрғазы Мәлікұлы деген өзі жазушы, өзі зиялы, және өзі молда қазақтың біртуар азаматы сол Қарамайдағы түрмеде өлтірілді. Оның да осы Қазақстандағы берілген нәзірлеріне Қызырғазы Нұрғазыұлы өткізген нәзірге қатысты. Оның бәрі видеода тұр, факті тұр. Біз бүкіл әлемге Қытайдың қазаққа жасап жатқан қорлығын, зорлығын жеткіздік. Қаншама ақын жазушыларымыз түрмеде отыр. Қаншама қазақтың қарапайым баласы, тіпті ораза намаздың не екендігін білмейтін қазақтарды сен діндарсың, экстремистсің, әсіре радикалсың деп Қытайлар қамады. Оларға жоғарыдан сан түседі. Қарапайым құрттай ғана қазақтың ауылынан 300 еркекті қамаңдар деген бұйрық түседі. Олар алады да басы көзіне қарамай ойдан ойып тауып, Сайрагүл Сауытбайдың айтуында 72 қылмыстың списогі бар. Алдымен тұтқындап алып, сол 72 қылмысты әркімге өзіне таңдатады. Сөйтіп әрбір қазақ радикал болып, экстремист, террорист болып қапталып отыр. Ал енді осындай сойқан сұмдық болып жатқанда ұлттық арнаның жоғарыдағы киноны түсіруі және қазақтың жесірінің үйіне Қытайдың соқталдай еркегін жатқызып қойып, бұл қай қисынға саяды. Осы да сол заманда квартираның бәрі орыста, сол орыстардың үйіне неге жатқызбаған, бұл тарихи шындық. Және бұл Сәрсенқайдың сол қазақтың әйелінің үйіне жатқандығы туралы ешқандай деректі біз Қытайдың интернетінен тапқан жоқпыз. Айтпақшы, Қытайдың интернетінен тапқан жоқпыз деп айтамыз. Бірақ бұл сөзімізге Қытайлар ертең қолдан өтірік тарих жасап, міне Сәрсенқайдың қолжазбасы, міне мынау тура Сәрсенқайдың өзінің почеркасы, міне өстіп Сәрсенқай жазып кеткен мына қатымен тіпті ендігі екінші фильмде қазақтың қатынының құшағынан жатқызып, сөйтіп ортасынан қолдан өтіріктен бір бала туғызып қойса да біз таңырқамаймыз. Себебі өтірік тарих жазудан, өтірік қолдан фактілер жасаудан, тіпті жердің астынан шыққан антиквария қағаздарға, ескі жәдігер қағазға қолдан осы заманның адамына өлең жазғызып, оны қолдан жасалған тарих жасап, қазақтың жеріне көз алартудан Қытай әлдеқашан масқара болған. Оның бірі Қытайдың Шу деген өлкесінде туған, яғни бүгінгі Сычуан провинциясында туған Либайды қазақ қылып, осыдан 10 шақты жыл бұрын қазақтың сатқындарының қолыменен қазақтың ұлттық энциклопедиясына енгізгенде осы Қытай. Ол Либайдың қазақпен үш қайнаса сорпасы қосылмайды. Ал енді сол күні кешегі Қазақстанды Қытайға қашан қосып аламыз деген мақаласында осыдан 10 жыл бұрын көміп қойған сол бомбасын, сол минасын жарады. Қазақстанда Либайдың 400 мыңнан артық тұқымы бар. Олар өзі жасап отырған территориясымен Қытайға қосылуды аңсайды дегенде сол. Яғни 10 жыл бұрын қазақтың біліп не білмей алданып, не біліп не білмей алданған, немесе ақшаға қызынған бір топ жініккен зиялы қауым мен саясаткерлері Либайды қазақ қылып, оның ішінде қазақтың дулаты қылып өстіп масқара болғанын барлығымыз білеміз. Енді келіп күні кеше Қазақстанның астанасындағы Еуразия ұлттық университетінің Қытай тану факультетінде жұмыс істейтін аталмыш тырнақша ішіндегі Қытай танушы Дүкен Мәсімхан Қытай тарихында болмаған Кехменер деген ақынды қазақ қылып, оны қазақ топырағынан туғызып шығарады. Оған ешқандай тарихи дәлел де негізде жоқ. Тіпті Қытай жазбаларында оның қазақ топырағында туған туралы ешқандай жазба жоқ. Артынан Қытайдың шыншыл ғалымдары бұл Кехменер деген, Қытай тілінде Камманар деген ақынның жоқ екендігін, оның қолдан жасалғандығын, аталмыш Кехменердің өлеңі деген қағаздың шынында жердің астынан шыққан, қабірден шыққан тарихи жәдігер ақ қағаз, бірақ сол ақ қағазға қолдан жасалған өтірік өлең екендігін айтады. Себебі Кехменердің өлеңінде өте көп сол заманда болмаған 1949 жылы коммунистер билікке келгеннен кейін Қытайдың ескі иероглифтерін бұтап, қысқартып, оны халықтар оқуға қолайлы деп мүлде өзгертеді. Яғни тарихта болмаған Қытайдың мысалы иероглифтері ағаштың бұтағы сияқты арбиып тұрса, соның бұтақтарын бұтап, қысқартып, былайғы топас құлғұтаның тұқымы болған коммунистерге қолайлы тыңнан әріп жасап шығады. Сол тыңнан коммунистер жасап шыққан Қытай тарихында ешқашан болмаған Қытайдың традиционный жазуын бүлдірген жазулар әлгі Дүкен Мәсімхандар алақайлап қазақ қылып шығарған Кехменердің жырынан шығады. Ал ол шын мәнінде ол қабірдің астынан шыққан ескі қағаз екен үшін оны карбонның көміртегісін тексерсең, иә бұл бәленбай мың жылдың алдында қағаз деп ғалымдар дәлелдейді. Бірақ сол қағазға осы заманның сиясыменен, осы заманның жазуымен жазылған өлеңді жазып Қытай масқара болды. Оны жазғызғанда сол Қытайдың сол кездегі премьер-министрі, Қытай ғылым академиясының басшысы Гомора деген алаяқ болған. Бұл Гомора нағыз саяси алаяқ болған адам. Ол туралы да тарихта мен жазып кеттім, айтып кеттім. 1001 сапарымда Гомораның алаяқтығын бәрін айтып тастағанбыз. Енді сол әлдеқашан әшкере болған, шындығы әлдеқашан айтылып өтіріктен қолдан жасалған жәдігер екендігі дәлелденген Кехменердің өлеңін осы күні ұлттық университетте, Еуразия университетінде, Әл-Фараби атында қазақ ұлттық университетінде жұмыс атқаратын Дүкен Мәсімханұлының сол Кехменерді қазақ қылып шығарғандығы туралы біздің Қазақстан үкіметі ешқандай позиция танытпайды. Дүкен Мәсімханұлы өзінің қолдан жасаған өтірік тарихы үшін ғылымға қарсы, адамзатқа қарсы, тіпті
этикаға қарсы, қазақтың ұлттық намысына, мемлекеттілігіне қарсы осы қателік үшін бүкіл Қазақстан халқының алдында кешірім сұрау керек. Ғылымда жасаған өтірік плагиат үшін тұтас адамзат алдында кешірім сұрау керек. Және Дүкен Мәсімханұлының осындай сойқам қазақ халқына қастандығы үшін және қолдан жасалған тарихты қазақ халқына тықпалап энциклопедияға енгізіп жібергені үшін өмірде болмаған Қытай ақынын Қазақстан топырағынан туғызып және Қазақстан топырағында туған ақынның Қытай тілінде өлең жаздырып қойғаны үшін Дүкен кешірім сұрау керек. және оның бұғанға дейін Қазақстаннан алған барлық мәртебелері, атақтары, тіпті оларға берілген әлдеқандай мемлекетке, қоғамға еңбек сіңген қайраткер дейтін аталмыш сол арзан атақтарының барлығын бекерлеп, тұтас халық алдында Дүкен өзі кешірім сұрау керек. Енді мынау аталмыш фильмге, бұл достыққа біз қарсы емеспіз. Композитор деген бұл фильм. Бірақ Шәншинқайдың қазақтың үйінде жатқаны, қазақтың жесір әйелінің үйінде жатқандығы туралы ешқандай жазба жоқ. Бірақ оны да сол жаңағы Дүкен сияқты алаяқтар, Дүкен сияқты қулар қолдан жасап, Шәншинқайдың жазбасы дейтін бір бәлені қолдан жасап, оны ескірген газет қағазынан шығарып, анау 40-шы жылдарда Шәншинқай жазып кетіп еді деп қолдан жасау мүмкін. Бірақ біз интернетте Шәншинқайдың кім екендігін шолдық. Ол өзінің сүйегі Москвада қалған адам. Ол қаңғып Монғолияға барған адам. Себебі Қытайға қайта алмайды. Екінші дүниежүзілік соғыс басталғанда, яғни 41 жылы орыс пен неміс соғысқан кезде, ол орыс тілін білмеймін, мен еліме қайтайын деп сылтауратады. Сол кезде қаншама Қытай фашистерге қарсы соғысқа қатысқан кезде, бұл жаны тәтті Қытай еліне қайтпақшы болады. Сөйтіп сол заманда Қытайдың Шыңжаңын, яғни қазақтар жасайтын Шығыс Түркістанды билеп отырған Шыңғысайдың антикоммунистік пиғылы және ол жерде жасап отырған бүкіл адамдар түрмеге қамаған бәріміз білеміз. Осыған байланысты ол Қазақстан арқылы Қытайға өте алмай Монғолияға барады. Ол жерде барар жер басар тау болмай қайтып Қазақстанға келеді. Содан Алматыда тұрады, Қостанайда тұрады. Ең соңында Қостанай арқылы Ресейге барып, Москвада туберкулез жұқтырып 45 жылы өледі. Ал енді бұның осы ешқандай дәлелі жоқ. Бүкіл Қытайдың ескі жазбаларын ақтарып шықтық, интернеттен іздеп шықтық. Оның тура осы жаңағы қазақпен дос болғаны, қазақтың жесірінің үйінде жатқандығы туралы жазба жоқ. Ал Шәншинқай туралы жазбаларда ұзасы сол 13 жылдан кейінгі Атышулы, әлем жәлем етіп ойбай, Алматы деген қала бар екен, керемет екен, онда Шәншинқайға көше беріліпті. Қазақтар Қытайды соңында әспеттейді екен, ақкөк деген Қытайдың жаңағы жазбалары тұр. Ал Қытай компартиясының ресми веб-сайтында Шәншинқайдың Алматыдағы өмір туралы жазба тұр. Бірақ біз басқаға сенсек сенерміз, мүмкін шайтанның сөзіне сенсек те Қытай компартиясының сөзіне сенбейміз. Себебі шайтанның өзі Құдайды көріп тұрған, Құдайдың дәргейінде болған, тіпті оның кем дегенде 70 мың періштеге сабақ берген тарихы бар. Бірақ Қытай компартиясы шайтанның өзінен арман, іблістің өзінен арман екендігіне біз 100% сенеміз. Яғни Қытайда Шәншинқай туралы, оның Алматыдағы өмір туралы қолдан өтірік тарих жасалуы бек мүмкін. Себебі Қазақстанда Қытайлар ежелден бар, тіпті оның арғы заман анау бәленбай мың жылдың алдындағы Либаймен өмірде болмаған кехмендермен қатыстырып отырған Қытайлардың бар мақсаты қазақ пен Қытайды бір-біріне байлау. Сөйтіп Қытайды қазаққа шырмауықша байлап, кенеше сорғызтып, қандалаша қаталтып қоймақшы. Сөйтіп қанымызды теспей сормақшы. Онсыз да біздің жеріміздің қанын теспей сорып отыр. Газымыз бен мұнайымызды алып отыр. Бүкіл мұнайлы газды кенішті жеріміздің бәрі Қытайдың қолында. Енді келіп Қытайдағы 3 миллион қазағымызды қынадай қырып жатқандығына, қорлап жатқандығына, күні кеше тұтас Қазақстанның мемлекетінің мемлекеттілігін таптап отырғанына қарамай, қазақ пен Қытай дос қылып көрсетпекші болған осы фильм және ол фильмнің бойындағы мін шаштан көп. Осы фильмді қазаққа дәріптеп отырған ұлттық арна ашыққа шығып, бүкіл қазақ зиялыларының алдында жауап берсін. Ұлттық арнаның тізгінін ұстап отырған аталмыш зиялылар, егер сендер зиялы болсаңдар, ендеше ертең бәріміз де қартаямыз. Мынау жүйеде өзгереді, дүние астан-кестен болудың алдында тұр. Сонда осы фильмді неге эфирден бердіңдер? Осы фильмді түсірген аталмыш режиссерлер және осының жаңа бүкіл айналасында жүрген азаматтар, сендер ұрпақтың алдында қара бет болып қалмаймын десеңдер, ендеше ашыққа шығып, осы фильмнен өздеріңді ақтап алыңдар. Кем дегенде бүгін ақтап алғандарың ертең халықтың алдында 10 жылдан кейін, 20 жылдан кейін қара бет болып мәңгіге қалғандарыңнан әлдеқайда қайырлы. Мен бұл жерде сендерді қорқытып отырған жоқпын. Сендер мәңгі бақи қара бет болып қазақ тарихында қазақты қорлаушылардың қатарында болуларың мүмкін. Тіпті қазақтың басына үлкен қауіп төніп тұрғанда осы Қытайлардың жыртысын жыртып, Қытайдың қылмысын жасырып, Қытайды сүттен, ақ судан тұнық қылғандарың үшін мәңгі бақи қазақ халқының сатқыны болып қалуларың мүмкін. Ендеше мына сойқан фильмге сендер жауап беріңдер. Не үшін осындай фильм түсіруге құқылы болдыңдар? Және оның 50% ақшасын неге қазақ шығаруға тиіс? Неге қазақтың жесірінің үйінде Қытайдың соқталда еркегі жатады? Бұл біздің дәстүрімізге ежелдің ежелде, тіпті қазірге дейін, тіпті 1000 жылдан кейін де қазақтар жесірінің үйіне басқа жат еркекті жатқызбайды. Міне осындай сойқан сұмдыққа неге өрескел қателікке жол бердіңдер? Анау Қуқыңбаудың қорлығы, анау кешегі мемлекетімізді қорлаған Соқудың жазбасына міне әлі бір аптада болған жоқ. Сол үшін де наразы болып нота тапсырдық. Ал сендер неге осындай сұмдықтарды жазасыңдар, жариялайсыңдар, фильм қылып істейсіңдер? Намыс қайда? Намыс қайда? Сендерді де аналарың туды ғой еркек деп. Сендерді де туғанда аналарың бір қой немесе 2 қой қалжа жеді ғой. Енді неге осындай ұлттық басымызға үлкен қауіп төніп тұрғанда анау бауырларымызды, қандастарымызды Қытайдың қынадай қырып жатқандығын, қамап жатқандығын бүкіл жер әлем, бүкіл Еуропа, бүкіл Америкаға дейін мойындап, бүкіл әлемдік тақырып болып отырғанда, сол жанын сақтап қалу үшін, өзінің 2 бүлдіршініне жету үшін, отбасына оралу үшін Сайрагүл Сауытбай шекара бұзып, міне бүкіл әлемдік тақырыпқа айналып отырғанда, Қытайдан күні кешеге дейін 6 қазақ қашып келді.
Қастер Мұсақанұлы, Мұрагер Әлімұлы, Қайша Ақанқызы, Тілек Табаракұлы. Ал енді одан кейін барып жаңағы Бағашар Мәлікұлы, Сайрагүл Сауытбайқызы. Сайрагүл Сауытбай Америкадан міне жаңағы Трамптың әйелі Мелания Трамптың қолынан Американың бірінші ханымы, Американың мемлекеттік істер басқарушысы Майк Помпеоның қолынан батыр әйел деген сыйлықты алды. Бүкіл дүние жүзі Қытайдағы қазақтың басында қасіретті біліп отыр. Бұл қасірет 1931-1933-тегі Сталинді қасіретпен бүп-бірдей, 36-37 жылғы Сталиннің бүкіл қазақ зиялыларын қырғындағанмен бүп-бірдей Қытайдағы қазақ зиялыларының дені қазір қамалып отыр. Тек санаулы ғана қытайшыл, коммунистшіл және сол Қытаймен жаққан солардың жаңағы сүзгісінен ілінбей қалған қазақтар ғана аман отыр. Ал осындай жағдайда өстіп бізді қынадай қырып, ол жарайды Қытайдағы қазақтарды жарайды Қытайдың ішкісі дейік, мемлекеттілігімізді қорлап, біздің мемлекетіміз шарасыздан үшінші мәрте дипломатиялық нота жолдап отыр. Одан бұрын 2 мәрте Қытайдағы бауырластар мәселесі бойынша 2 мәрте нота жолдаған, дипломатиялық нота. Өстіп отырған Қытаймен бізді қалай дос деп түсіндіргілерің келеді ұлттық арна? Қалай біз Қытаймен доспыз? Соған сендер жауап беріңдерші. Дәл осы сағат, осы минутта ұлттық арнадағы барлық қызметкерлер, бүкіл зиялы қауым өкілдері, соны басқарып отырған саяси қызметкерлер, бұнымен заман ақыр болмайды. Дүние өзгереді әлі. Қытай ертең тасталқан болады. Бізге бір сондай бір бүкіл барлық нәрсені тексеретін, тектейтін бір заман келеді. Сол кезде қайтып ақтайсыңдар, қашып құтыла алмай қаласыңдар. Тіпті қылмыстық жауапкершілікке тартылатын күнде болуы мүмкін. Қолдарында құзырет бола отыр. Мен мына фильмге наразымын, мен мына фильмнің эфирден берілуіне қарсымын, немесе мен мына фильмнің бұлай ойналуына қарсымын деп айтатын мүмкіндіктерің бола отырып, үндерің шықпағандығы үшін бір замандарда қара бет болып арттарыңа сын айтылудан сырт қылмыстық жауапкершілікке тартылатын бір заман келуі мүмкін. Соны неге ойламайсыңдар? Қазақтың ұлтшылдарының қолына билік құзыреті тимейді дейсіңдер ме мәңгі бақи? Қазақтар мәңгі бақи өстіп Қытайдың алдында бүгежектеп өтіп кетеді деп отырсыңдар ма? Сондай бір заман болмайды деп ойлайсыңдар ма? Қазақтың жаңағы нағыз ұлтшылдары, қазақтың намысқой жігіттері билікке келмейді деп отырсыңдар ма? 5 жыл өтер, 10 жыл өтер, қаншама империялар тасталқан болып жатыр, дүние өзгеріп жатыр. Қытай империясының өзі тасталқан болып, күні ертең тарихта ондай мемлекет болмағандай болып кететін заман болуы бек мүмкін. Сол кезде мына қазақтың намысы сынға түскен сәтте ұлтқа қарсы жұмыс істегендерің үшін, немесе ұлтқа қарсы жұмыс істеліп жатқанда қарекетсіз қалғандықтарың үшін, немесе соған сыбайлас жақтас болғандықтарың үшін жауапқа тартыласыңдар. Бұл қатаң мәлімдемені сіздерге айтушы қазақтың жігіті, қазақтың намысқой азаматы, Қазақстан Республикасының азаматы, сендер қаралап, жалалап, соттатам деп өтірік жихадист қылып шығарып та соттаталмаған Серікжан Біләшұлы. Серікжан Біләшұлының кім екендігін білем десеңдер, 2019 жылдың наурыздың 10-11 күні атақты өздерің жалалап, монтаждап жасаған видеоларыңды қараңдар. Сол Серікжан Біләшұлы менмін. Ендеше, осы фильмнің айналасындағы азаматтар, осы ұлттық арнаның айналасындағы азаматтар, ойланыңдар. 5 жыл өтер, 10 жыл өтер, ұзаса 15 жыл өтер, жаманына келсе 30 жыл өтер. Бірақ түбі сұраққа жауап бересіңдер. Қазақ дейтін халық жер бетінен қынадай қырылып кетпесе, қазақ дейтін халықтың ішінен бір намысқой азаматы тірі қалатын болса, түптің түбі жағаларыңа қолдарымыздың жабысқан. Ұлттың намысын қорлағанды доғарыңдар. Немесе ашыққа шығып ақталыңдар, арылыңдар. Екі таңдаудың бірі. Сау болыңдар.